Жақсы, бас араздықтарыңыз болып па еді араларыңызда? Жоқ. Алыс бойынша өтіп отырған жәбірленушілерді танисыз ба? Бұрын таныдыңыз ба? Жоқ, бұрын танымайтын. Жақсы, мемлекеттік айыптаушылар сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Куә жақсы келді. Бізге айтып беріңізші. 2024 жылдың қазан айының 3-нен 4-не қараған түні қандай жағдайлар болды, оқиғалар болды? 3-не қараған түні бізді Эйфория кафесіне шақырды. Біз құрбым екеуміз сол жаққа бардық. Ол жақта отырдық, стол жайылып тұрған. Жақсы келді, кешіріңіз. Осы жерде нақты айтыңызшы, кім шақырды сізді? Толығырақ айтып отырмыз. Бізді Равиль шақырды. Сонымен Эльмира екеуміз жолығып сол жаққа бардық. Ол жаққа барған кезде кафенің алдында Абзал, Нұрқияс, Равиль үшеу отырды. Содан біз амандасып кафенің ішіне кірдік, столда отырдық. Одан кейін біз танцполға шықтық. Танцполға шыққан кезде столда ұлдар өздері қалды. Және арасында Нұрбол деген бала келді. Нұрбол келді, одан кейін кет қалды. Сосын біз 12-ке таман кафе жабылады деп кафеден шықтық. Сол кезде қайтамыз дегенбіз. Сосын я қыздар, сендерді апарып тастайық деп Нұрқиясқа сол айтқан болатын. Сонымен Мерс Кабан машинасына отырдық. Нұрқияс, мен, Равиль, Эльмира водитель болып Шыңғыс отырды. Алдында Азамат отырды. Сонымен үйге қайтамыз дегенде, я қайтамыз деді. Сонымен бірақ жолда магазинге кіре салайық деді. Бізде де как раз темекі бітіп қалған болатын. Сонымен сол Қамажай магазиніне бардық. Сол жаққа тоқтадық. Ол жерде магазиннің алдында талпа ұлдар тұрған. Нұрқиястар қазір сөйлесіп қайтайық деп машинадан түсті. Машинадан түскеннен кейін біз где-то 1-2 минут арасынан кейін магазинге темекі алуға кірген болатынбыз. Сол кезде бірінші Эльмира кірді, одан кейін мен кірдім артынан. Темекі сұрадық, бірақ бізге сатпаймыз деді. Сонымен мен бірінші шығып кеттім, артынан Эльмира шықты. Біз шықтық. Шыққан кезде уже ерегес басталып кетті. Содан мен машинаның артына кеттім да Равиль қасымда тұрды ғой деймін. Потом атыс басталды. Сол кезде бізге қарай сақалды, бойы ұзын жігіт сұр киіммен сол бізге оқ атты, мылтықпен. Бірінші аспанға атты, одан кейін 2 рет бізге қарай атты. Одан кейін төбелес, вообще көшенің арғы бетіне кетіп қалды. Сол жақта төбелес болды. Жалпы мына Эйфория кафесінен шыққан кезде, көлікке отырған кезде, мына сотталушылар қандай әңгіме айтып отырды? Сіз жалпы білдіңіз бе, қайда бара жатқанын? Эйфориядан шыққанда ма? Иә. Шыққанда жоқ, білген жоқпыз. Айтқан жоқ. Магазинге кіріп шығайық деп айтқан болатын. Қамажай магазиніне, дүкеніне келген кезде қанша адам болды сыртында? Сыртында где-то 6-7 баладай тұрған болатын, талпа ұлдар тұрды. Олар не туралы сөйлесіп тұрды? Оны мен естіген жоқпын, себебі біз машинадан балалар түсіп кеткеннен кейін біз артынан түстік. Біз түзуінен магазинге қарай кіріп кеттік, олардың арасына барған жоқпыз. Магазинге кірген кезде не болды сол кезде? Осы жерде нақты айтып беріңізші бізге. Магазинге